Қалайсыздар достар? Қазір веб-линия болған. Мен бүгін картаға 10 000 теңге алатын боламын. Ол үшін біз Exchanger Money'ге кіреміз. Все варианты деп таңдайсыздар. Енді вывод на карту деп таңдайсыздар. Себебі мен Каспи картама аударатын боламын. Сатып алғаннан кейін өздері аударып береді. ВМЗ-ны таңдаймыз, кейін Қазақстан теңгесін таңдаймыз. Не өзгерістері осындай. Алдын бәрі бірдей болып шығатын еді. Енді бәрі отдельно болады. Кейін мысалы рейтинг бәрі көрініп тұрады. Қашан подтверждение бергені бәрі көрінетін болған қазір. Қанша сделка істегені, рейтингі қанша, қайсы банкпен жұмыс істейді. Кейін біз қазір өзімізге ВМЗ-ны сатып Каспиге ақшаны түсіретін боламыз. Ол үшін біз продажаға өтеміз. Ең астында өтесіздер, продажаға жазасыздар. Қанша суммаға екенін. Мен 10 000-ға дайын заявкалармен алатын боламын. Енді көреміз. Не, осы жерінде өзгерістері қанша заявка жасағанда минимальный ВМЗ мен максимальный ВМЗ-ны жазатын болады. Мысалы, бұл адам 20 ВМЗ-дан 85 ВМЗ-ға дейін сата алады екен. Сатып алады да. Астында ақшасы жазылған. 20-ға 7740 теңге береді екен. Мынау курсы, мынау банкі, мынау рейтингі 848 екен. Мынау отправкасы дегеніміз ол бізге ақшаны қай уақытта тастайды. Подтверждение береді, сол жазылады. Кейін қанша сделка істегені, қанша адамға сатқаны сделка дегеніміз. Сіздер осының ішінен таңдап аласыздар. Мысалы, енді ВМЗ-мызды сатамыз. Продажа ВМЗ за теңге дейміз. Мен ең біріншісіндегін ала беремін. Бірінші суммамыз жазамыз. Мен 10 000-ға жазам. Біріншісінде шыққандарды ала берсеңіздер болады. Себебі ең арзаны біріншісінде болады. Бізге выгодныйсы, былай айтқанда. Қаласаңыздар, екіншісін, үшіншісін алсаңыздар болады. Жаздым. Продать ВМЗ дейсіздер. Не. Егер банкі басқа болатын болса, қайтын артқа қайтсаңыздар болады. Не. Любой банк деп шықты. Енді біз астына түсеміз, қанша ВМЗ сатқымыз келеді, соны жазамыз. Қаласаңыздар, суммасын жазыңыздар бірінші.
мысалы 10.000 теңге 25-те 84 болады екен. Кейін банковский шотыңызды жазасыз. Картаңызды подтверждение жасайсыз. Қосылды. Не шығады. Қай банк болса, любой банк деп жазылған ғой енді. Мен де Каспий банк сөйтіп жаздым. Мына жерден тауып қойсаңыздар болады Каспий банкты. Каспий банк деп жазып қойдым. Енді мысалы 25-тің өзі. Не ауыстыра алмайды екенсіздер. Өздері мысалы определенный суммаға жазасыздар. Егер өзгерсеңіздер, өзгеріп кетеді екен. Енді сіздер мысалы мен 10.000-ға ғана істеп жатырмын. Сол үшін 10.000 деп жазамын. Мысалы сіздер сатқанда ВМЗ-ның 10 ВМЗ сататын болсаңыздар, төбесіне 10 ВМЗ деп жазасыздар. Бұлай жазасыздар. 10 ВМЗ-ға өздері ақша береді. Сол ақшаны өзгерте алмайсыздар. Олар өздері заявкада өздері рейтинг қойып қойған. Енді маған 10 ВМЗ емес, маған 10.000 керек. Сол үшін мен 10.000 деп жазамын. Енді бір көріп шығасыздар төбесінен. Курсы 387. Көріп шығасыздар. Дұрыс емес екенін. Енді подать встречную заявку дейсіздер. Енді біз Каспийімізге ақша түсуін күтеміз. Болды, сөйтіп істейсіздер.